Сәлем достар, бүгін сен өткізіп алған 2022 жылы шыққан топовый фильмдердің біреуіне қысқаша кино шолу жасаймыз. Фильмнің аты «Добыча». Шайынды құйып, сүт қатып, дұрыстап жайғасып алған болсан, біз кеттік. Арнаға тіркелуді ұмытып кетпе. 1719 жыл. Ұлы жазық дала жері. Қыркүйек айы. Нами деген аңшылықпен өмір сүретін индейцтердің тайпасы жыл сайын осы уақытта Кантамия деген жауынгерлердің ырымын өткізеді. Қабылдану үшін жас батырлар аңға шығып, жыртқыш аңды өлтіріп, басын ауылына әкеліп, өздерінің мықты жауынгер және аңшы екенін дәлелдейді. Бұл ырымға ауылдың жігіттері ғана қатысады, ал қыздарға онда орын жоқ. Бірақ Ика деген кішкентайынан аңшы болғысы келетін қыз олармен келіспейді, және күнде өзі дайындалып, жасырынып аң аулап жүреді. Сөйтіп бір күні төбеден белгісіз қорқынышты дауыстар мен аспан жарқырауының себепшісі болады. Ол басқа планетадан келген жыртқыш жауынгердің кораблі еді. Ол да осында тура индейцтердікі сияқты өздерінің жауынгерлік сынақ ырымынан өтуге келген еді. Ағасы Таби ауылдың ең мықты батыр аңшысы. Қарындасына аң аулауға көмектесіп, үйретіп, оны қорғап жүреді. Онымен қоса Иканы анасы шөптермен адамды емдеуді де үйреткен. Шөптердің ішінде ең ерекше қасиетке иесі сары тоци шөбі еді. Бір күні Ика таңертең ағаларының артынан тыңдамай аңға шығып кетеді. Олар оны көріп қалғанда, ағасы оған жақтасып, бізге емші керек деп оны өздерімен ілестірді. Мұнда өзіне қарсылас іздеп, жыртқыш біртіндеп барлық жануарлардың күштілерін өлтіріп жүр. Аңшылар өздерінің жаралы руластарын тапты. Оның жараларына Ика дәрі жағып, сары тоци берді де, қолдан көтеретін зембіл жасап, оны ауылға алып кетті. Ендігі кезекте достарын жаралап кеткен Пуманы ұстау еді. Тоби өзім барам дегенде, Ика мұнда басқа үлкен жыртқыш бар. Пума жайдан жай оны тірі қалдырған жоқ. Пуманы бір нәрсе шошытты десе де, Тоби мен жалғыз барам деп кетіп қалды. Бірақ жолда өте үлкен іздер мен талға қарай жалғасқан үлкен қанды көріп, Ика Пака деген жігітпен бірге ағасына қайтып келді. Мұнда дәу жыртқыш бар деп айта бергенде, қазір тек Пума туралы ойлауымыз керек деп Пуманың территориясына келді. Ика жігіттерге өзінің жоспарын айтты. Пуманы қумай, оған етіліп талда күтіп отырайық. Ол келгенде шабуылдаймыз да оны аламыз деді. Тоби Икаға бұл сенің Кантамиян, дайындал деп қызды қуантып жіберді. Талға етіліп күтіп отырғанда Пума келді. Талға шығып Икаға шабуылдағанда, алыстан дауыс шығып, Ика онда қарап қалып, хищниктің отын байқады. Пума секіріп, Ика оны найзамен ұрып үлгеріп, өзі жерге құлап қалды. Ика есін ауылында ғана жинады. Оны ағасы әкеліп тастап кетіпті. Тұра салып, онда басқа жыртқыш бар, мен оған көмектесуім керек деп шыға бергенде, Пуманың басын әкеле жатқан Тобиді кезіктірді. Тобиға руластары Кантамия жасап, барлығы биледі. Аяғында Тобиға мұнда үлкен жыртқыш бар, ол аюдан да үлкен дегенде, Тоби оған қайттан сенбей қойды. Таңертең оны қыздар теуіп оятып, жұмысқа шақырды. Бірақ Ика қыздармен бармай, жалғыз өзі қайттан аңға шығып кетті. Орманда жасыл қанға және қайттан үлкен ізге жолықты. Мұнда қасқыр қоянды ұстай бергенде, хищник оны өлтіріп тастады да, омыртқасын бас сүйегімен бірге жұлып әкетті. Айлакер қыз қоян ұстай алмай, басына жақсы ой келді. Mortal Kombat'тағы скорпион ұқсап, балталарды жіпке байлап, лақтырып қайттан қармап алуды үйреніп алды. Енді жаңа қарумен қояндарды қырғын ұстап алды. Жыртқыш сүйектерден өзіне трофейлер жасап, үңгірде жүр. Ика жолда терілері жұлынған көп буйволдарға жолығып таң қалды. Ары қарай жүріп, болотаға түсіп қалып, балтасы арқылы шығып кетіп, жуынып болып, аюды жолықтырды. Аю оны көріп шабуылдағанда, ол қашып барып боберлардың ұясына кіріп кетті. Аю оны ұстай бергенде, артынан хищник шығып, аю назарын соған бөлді. Аю оны талап тастап, ары қарай кете бергенде, ол қайта тұрып, оны бір ұрып өлтіріп тастап, көтеріп алып қанына шомылды. Ика қашып суға сүңгіп кетті. Бірақ хищник әлсіз қызды өзінің қарсылас жауы деп ойламайды. Ауылдан қашқан Иканы руластары тауып алғанда, ол мұнда үлкен жыртқыш бар, абайлаңдар деп оларды ескертіп жатқанда, онда ертегіге бұлар сене ме? Нағыз ерке ұқсап, қызды әбден ұрып, байлап тастап әкете бастады.
Хищник оларды аңдып тұрып, бірден 3 оқ атты да біреуін құлатты. Қалғандарының да ойнап жүріп мұрынбоқтарын шашып тастады. Шайқасуға мүмкіндік жоқ екенін біліп, зерек ойлы Ика қаша жөнелді. Оны тағы бір керемет аңшы ұстап алып, тығыл деді. Болмайды, брат, қашайық десе, бұл бір нәрсе қолымен түсіндіріп тұрып, өзінше садақты оқтағанда, қаш жынды деп Ика өзі алға шығып кетті. Жыртқыш жігітті айырып тастады. Ика жүгіріп келе жатып қапқанға түсті. Оны европейстер келді де талдырып алып кетті. Ол лагерде оянды да буйволдарды осылар өлтіргенін түсінді. Арасында Иканың тілінде сөйлейтін біреуі бар екен. Олар Икадан жыртқыш туралы сұрады да, оларды байлап жыртқышқа приманка қылып қойды. Бірақ ақмақтар хищник тек жыртқыштар мен жауынгерлерді ғана өлтіретінінде шаруасы жоқ еді. Хищник олардың бәрін біртіндеп айырып жыртып жатты. Ақылды Ика табуға хищник туралы біліп қалған нәрселерді айтып берді. Қорықпа, ол бізді өлтірмейді, көресің. Ол тек жауынгерлерді ғана өлтіреді дегенде, табу оған: Ика, мен Пуманы өлтірген жоқ едім. Кешірші, сен талдан оны ұстайық деген жоспарын шынымен іске асқан еді. Ол Пума сенің қолынан, сенің найзаңнан өлген еді. Сен менен көрі аңшылық зейінің жақсы, сен мықты аңшысың. Мен саған сенем деп барлық шындығын айтты. Хищникті мұнда қаппанға түсіріп, үстін тормен жауып, мәз боп жатты. Олар хищниктің инопланетян екенін және жай оқтарымен, қаппанмен оны ұстау өте жайский план екенін сол кезде ғана түсінді. Бірақ ол тым кеш еді. Хищник бәрін біртіндеп айырып жыртып жатты. Ика қалай қашу керегін ойлап тауып, қаппанға тасты лақтырып, жіптерін кесіп алып, екеуі босанып шықты да, Ика итін құтқаруға лагерге келіп, 5 еркекті жаңа балтасы арқылы лақтырып, пышақтап өлтіріп кетті. Итін босатып жатқанда, оның тілінде сөйлейтін европеец келіп, көмектесші деді. Ика оның кесілген аяғына дәрі жағып көмектескенде, ол оған пистолет оқтауды үйретіп оқып берді. Еркекке сары тоцыйды бергенде, денесі мұздап, ол дірілдей бастады. Ика жүріп енді кете бергенде, жыртқыш лагерге келіп, еркекті көрмей тұрғанын Ика байқап қойды да, бірден оның әлсіз жерін түсінді. Хищник көзі тепловизор сияқты тек жылы нәрселерді көре алады. Ал сары тоцый шөбінен кейін адам денесінің температурасы түседі. Сондықтан оны хищник көрмейді. Жыртқыш денесін басып алғанда ғана ол айқайлап жіберді де, хищник оған қанжарын салды. Кенеттен ағасы атпен шауып шығып, хищниктің маскасын жұлып түсірді. Екінші рет Ика хищникті айқайлап өзіне қаратқанда, ағасы оған найзасын қадап тастады. Енді жыртқыш олармен ойнауын аяқтап, маскасын киді де көрінбей кетті. Ағасы өлетінін біліп, Икамен қоштаса бастағанда, жыртқыш оны қанжарымен тесіп тастады. Жыртқыш әлі де Иканы жау көрмегендіктен, оған қарап тұрғанда, ағасы аяғына қасқыр тісін тығып, Ика одан қашып кетті. Су жағасында әлгі семіз еркекті көріп қалып, оны тұтқынға алып, айлакер батыр қыз жыртқышты өлтіретін жоспар дайындады. Өзі сары тоцыйды жеп алып, еркекті жыртқышқа приманка қылды. Хищник келіп еркекті өлтіре бергенде, артынан тура басына оқ атып, маскасын алып қашып кетті. Масканы керек жерге қойып, оған тұзақ жасады да, өзі талдан қарап тұрды. Ол келгенде үстіне секіріп, пышақтап түсті де, қашып барып көрінбейтін қыз оның қолын шауып тастады. Ұсталып қалып, екі тастың ортасына кіріп, пышақтан құтылып, оның түсін жұлып көзіне тықты. Бір көзі ғана қалған жыртқыш шығып, соңғы үміті тек оқ ату ғана болды. Айлакер батыр қыз да соны күтіп тұр еді. Дәлдеп оған атып қалғанда, артында тұрған маскасындағы самонаводка мен өзінің оғы өзінің басына келіп тиді. Ика оның басын кесіп, ауылына келіп, бұл жерден көшу керек деді. Руластары Икаға екінші рет Кантамия ырымын жасап, билеп, өлең айтты. Осымен фильм аяқталды. Жігіттер мен қыздар, қалай фильм сендерге ұнады ма? Егер ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Достар, менің видеоларымды көретін адамдардың 99% арнаға тіркелмеген кісілер екен. Сондықтан арнаға тіркеліп кетсеңіздер мен үшін үлкен көмек болар еді. Тіркеліп кетші бауырым. Келесі видеода кездескенше.